Сәлем достар, бүгін сіздермен молочная девочка тортының рецептімен бөлісемін. Торт өте оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, бөлме температурасындағы майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сапасы өте жоғары сгущенканы саламыз. 1,5 банка сгущенка қажет болады. Мен осындай 3 желание атты сгущенканы қолдандым. Миксермен жақсылап араластырып, біркелкі масса жасаймыз. Ұнымыздың үстіне ұн қопсытқышты салып, жаңағы массамыздың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Корждарды Поклан фирмасының пергамент қағаздарына пісіремін. Осы фирманың қағаздары өте сапалы, корждарын жақсылайды. Осыған аса мән беру қажет. Диаметрі 24 см болатын табанымызды алып, пергаментімізді қойып, осылай кішкентай формочка жасап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Алдын ала дайындалған пергаменттерімізге әр қайсысына 3 ас қасықтан осы сұйық массамызды саламыз. Қасықтың көмегімен осылай массаларымызды жақсылап етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-7 минутта пісіріп аламыз.
мінекей корждарымыз пісіп шықты. Енді пергаменттен түсіріп жақсылап қойытамыз. Корждарымызды осылай етіп әрқайсысын бөлек-бөлек қойып суытып аламыз. Осындай кальцияның көмегімен енді шеттерін тегістеп шығамыз. Осылай басып жақсылап бір формада. Мынандай кальция болмаса, кез келген қақпақ немесе тарелканың көмегімен осылай тегістеуге болады. Кремін жасау үшін 33% кілегейді қолданып жатырмын. Осылай ыдысымызға құйып алып, жақсылап қоюланғанша миксерлейміз. Үстіне шамамен 100 грамм болатындай етіп сахарный пудрамызды сеуіп, творожный сырымызды салып, крем жасап аламыз. Корждарымызды жинаймыз. Ол үшін шамамен 2 немесе 3 ас қасық кремімізді салып, бір келкетіп шағып жинаймыз. Осылай кремімізді үстіне жанына жағып тегістеп шығамыз. Тортты өздеріңіздің фантазияңызға байланысты безендірсеңіздер болады.
тортымыздың бетіне осындай кондитерский посыпканы сеуіп шықтым. Енді тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямын. Тортымды қылпынаймен безендіріп жатырмын. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Жасалу жолы өте оңай, жұмсақ, өте дәмді торт. Сіздер де осылай отбасыңызды қуантыңыз. Сіздермен болған 5 бармақ каналы.